Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай красный бархат, қызыл бархат тортын дайындайтын боламыз. Осыған дейін әртүрлі рецепттермен пісіріп көрдім, бірақ бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Бүгін сонымен сіздермен бөлісемін. Ол үшін қажетті ингредиенттер мен дайындап қойдым. Мөлшерін описанияға жазып кетемін. Ең алдымен біз айран мен содамызды жақсылап араластырып қоямыз. Екеуін көтерілу керек. Бір қасық сода жақсылап араластырып қоямыз. Енді кезекте жұмыртқа мен қантты араластырып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Әбден көбіктену керек. Міне миксерлеп болдық. Енді осы жұмыртқамызға сұйық майды қойып, қайрадан миксерлейміз. Сұйық майды құйып болдық. Достар, мен жаңағы айранға 2 шай қасық гелевый красителімізді қосып үстіп араластырып қойдым. Міне осындай ас декор деген краситель, түсі өте әдемі шығады. Гелевый болғаны өте дұрыс болады. Міне үстіп жұмыртқамызға айранды құйып араластырамыз енді. Достар, мен ұн мен какаоны жақсылап араластырып қойдым екеуін, құрғақ ингредиенттерді. Енді осы жұмыртқалы массаға ұнымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап тұрып араластырамыз. Бәрін бірден салмаңыздар. Үстіп бөліп салған өте жақсы болады. Жаңағы бисквитіміз жақсы көтеріліп пісетін болады, жұмсақ болып піседі. Міне біз араластырып алдық. Енді кезекте мен үстіп кондитерский весаға жаңағы қамырымыздың мөлшерін өлшеп аламын. Жаңағы біз бұл қамырды 3 бөлікке бөліп пісіретін боламыз. Барлығының көлемі бірдей болу үшін мен үстіп өлшеп бөліп құямын. Өлшемесеңіздер де болады. Негізі бұл қамырды 4 бөлікке бөлсе де болады. 4 бөлігі жұқалау болып шығады. Мен 3 бөлікке бөлдім. Маған кішкене қалыңдау ұнайды өзіме. Міне 1200 грамм болды. Енді осыны 3 бөлікке бөлсек 400 граммнан шығады. Енді осында 22 диаметрлік формаға салып, әрқайсысын кожды бөлек пісіріп аламыз. Достар, міне менің кождарым пісті. Өте жұмсақ, міне осындай әдемі қызыл кождар болып шықты. Енді осы кождардың беткі жағын мен пышағымызбен кесіп аламын. Жаңағы торттың сыртын оформление жасау үшін, әдемілеу үшін үстіп кішкене бөліктерін кесіп алып, оны үккіштен өткізіп аламын. Міне достар, мен жаңағы кескен бөліктерін үккіштен өткіздім. Осындай әдемі болып шықты. Кождарымның іші міне осындай тесік болып, әп-әдемі болып пісті. Енді кезекте крем дайындаймыз. Творожный сыр мен қантты миксерлейміз жақсылап тұрып, толығымен араласқанша. Содан кейін барып, оған осындай сливкиді, 33% сливкиді қосып, осындай қою крем болғанша миксерлейміз. Достар, енді осы кождарымызды бөлек-бөлек кремдерін жағып, тортымызды жинай бастаймыз. Үстіп қалыңдауға кремін жағамыз. Әр кожға бір 3-4 қасықтан кетеді креміміз. Енді өздеріңіз мөлшеріне қарайсыздар. Міне тортымызға жағып болдық. Енді кішкене крем алып қалдым, бетіне кішкене гүл істейтін боламын. Енді жаңағы үккіштен өткізген осындай тортымыздың қалдықтарын осылай сыртына жағып. Бұл енді оформление өте оңай оформление. Негізі басқаша да істеуге болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Міне осылай шеттеріне жағып алдым. Енді қалған креммен, осындай насадкамен шеттеріне гүл тәрізді осындай оформление істейміз. Бұл ең оңай түрі. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі оформление істеуге болады. Міне шеттерін осылай істеп аламыз. Енді ортасына қалған жаңағы крошкалар дейді ғой, торттың шетінен қалған, бетінен қалған крошкаларды үстіп әдемілей саламыз осылай. Ең оңай түрі оформленияның. Достар, міне біздің тортымыз дайын болып қалды. Достар, егер де сіздерге менің бүгінгі қызыл бархат тортының рецепті ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де астында қоңырауды да басуға ұмытпаңыздар, менің видеоларымды жіберіп алмау үшін. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.